Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сыбырыңыз өтес. Бүгін де менің 35 подписчикке жеткенімді ютуберлер құттықтаған болатын. Барлық ютуберлерге рахмет. Общем, қазір сіздердің назарларыңызда тұрған осы ютуберлер мен құттықтаған болатын. Егер сен де құттықтаған келсе, осы видеоның астына комментке жазып кет, міндетті түрде мен оны оқитын боламын. Ал ендеше, приятного просмотра. Мен бірінші рет көптеген ютуберлермен коллаборация жасап тұрмын. Олар мен көбісін танымаймын достар, сондықтан да қызықты болар. 500 подписчик құтты болсын. Bir күні 1000 подписчик болатын сенімдімін. Алға тек. Что құтты болсын, дамир, подписчик көп болсын. 1000 подписчикке де 1000 подписчиктің де уже азғантай қалыпты. Сол жете бер 1000 подписчикке. Beş подписчик менен, 500 подписчик менен, 500 подписчик менен, 500 подписчик менен. Блэш, нотларын ұмытқалым, 5 подписчик құтты болсын. Ой, май туған күндер жазма. 500 подписчик құтты болсын. Енді 1000 подписчикке жетуіңе тілектеспін. Құтты болсын, короче. Сені 500 подписчикмен құттықтаймын. Енді 1000 подписчикке, сосын 5000 сода. Солай кете бер, короче, 100 мыңға жеткенбіз. Миллионға жет, 10 миллионға жет дегендей ғой. Ассалаумағалейкум, диаспорам, қалай жағдай? Құтты болсын алма 500 подписчигің. Енді 1000 подписчикке жер. Удачи. Там 500 подписчик құтты болсын, базар жоқ. Құтты болсын, енді 1000 подписчикке жете бер. Не деймін басқа? Не деймін сізге кедеміз дегендей. 1000 подқа жете бер. Подписчикке. Одан кейін дейліндерден де асып кет. Атақты ютубер бол, танымал бол. Өте күшті ютубер бол. Идеясы хорош. 500 подписчигіңді құтты болсын. Енді 600, 700, 800, 900 мыңға жет. И популяр ютуберлерге ұқсап 1 миллионға жет. Давай. Там без қалайсың. Сен ютубта 500 подписчикке жеттің. Жаңа саған емес, бұл сенің еңбегің, шыдамдылығың, және шыдамдылығың белгісі болды. Басында бәрі қиын болған жер, бірақ қаралмаз, лайк аз, бірақ сен тоқтамадың, контент жасадың. Міне соның арқасында 500 адам сені қолдап видеоларыңды күтіп отырады. Бұл тек бастамасы ғана. Алда 1000, 10 мың, тіпті 100 мың подписчикке де болады деп сенем. Ең бастысы өзіңді жоғалтпай, сол деңгеймен, сол мотивациямен өзіңді жалғастыра бер. Сенің контенттерің бүкіл адамға ұнайды. Әрі қарай да солай жүре бер. Дамып солай топқа шығатынға күмән жоқ. 500 подписчик құтты болсын, 1000 подписчикке жет. Bir нәрсені ұмытып кетпеңіздер, ол нәрсе. Жанеле айтып жіберші. Не дейміз? Яғысын видеоларын до конца қараңдар. Каналға тіркеліңдер, лайк басыңдар.
комментарий жаздыңдар. Сол? Ай, рахмет айтып жүргеніңе. Короче, достар, осы видеоға бағанағы айтқандай лайк басыңдар, каналға тіркеліңдер, коммент қалдырыңдар, және мені комментте құттықтап кетсеңдер болады. 500 подписчикпен мен айтқанымдай оқимын. Достар, бұл коллаборация маған өте қатты ұнады. Мен осынша көп ютуберлер менің 500 подписчигімді құттықтайды деп ойлаған жоқпын. Сондықтан, достар, мен өте қатты таңғалып тұрмын. Және де достар, бұл 500 подписчик мен үшін өте орындалмайтын арман болып көрінді. Алайда мен қаншама тер төгіп эфир жасадым, телефон қатса да, видео салдым, біреу оның өзін әзер памятым толып қалса да бірдеңе қылып салдым и 500 подписчикке жеттім. Достар, барлық ютуберлерге рахмет, комментте құттықтап жатқан ютуберлерге де рахмет, қазір қарап отқан көрерменге де рахмет. Я, достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Маған бұл коллаборация өте қатты ұнады. Келесіде тағы да ютуберлермен коллаборация жасайын ба, коммент жазып кетіңдер. Және де, достар, қай ютубердің құттықтауы сендерге қатты ұнады, соны комментке міндетті түрде жазып кетіңдер. Осымен видео аяқталды. Сендер болмас, пока-пока. Чао.